Осы қанша айтылса да бір жөнге түспей жүрген бір мәселе бар. Әншілерімізге көңіліңіз тола ма сол туралы? Жақсы сұрақ, және жауапты күрделі сұрақ. Өйткені мынау ән дүние келген соң, оның тағдыры әншісінде. Ол ән, мысалы, бір ұзатылатын қыз сияқты мен үшін бар ғой. Оны сіз жаңағы өмірге алып келесіз қызды, мәпелейсіз, өсіресіз, тұлымды кезінен бастап тәрбиелейсіз. Сосын бой жаттау деген кезінде піскенге дегенде өзің жұртына беру керек қой. Өзің жұртына. Ол жұрты меніңше сол әнші. Шәмші ағамыз тегін айтпаған, ән жақсы әншіден дейді. Сосын ол кісі былай дейді. Ән айтсаң жаныңды жеп айт дейді. Былай енді ел жүр өздеріңіз білесіздер ғой, мысалы 300-ге тарта ән мәтін жаздым мысалы. Көптеген енді композитормын, жаңағы 100-ден аса ән дүниеге келіпті. Бірақ соның барлығын мысалы мен қаншама кеш өткізсем, мынау үлкен сарайдан бастап, бәрін сол менің өзім әншілерім арқасында, іні қарындастарымның арқасында, Құдайға шүкір. Бірақ негізінде әннің обалы болады. Ол өзінің әншісіне өзінің иесін таппаса, ана қыз мысалы өзінің жұртын таппаса, қыздың тағдыры келіншек болып түскеннен кейін қиын болады. Сосын әннің тағдыры солай. Әнді қабылдап алған, әнді сол өзінің жүрегінен өткізіп халыққа жеткізіп жүрген әнші, сол әннің аманатын арқалау керек, меніңше. Ақынның жаны іңкәрлікке құштар ғой. Сол іңкәрлік ғашықтыққа жиі ұласа ма? Сенің айтайын деп отқаның бұл, мысалы өлеңде, әнді қаяқтан негіз алады, туын себебі ғой шын. Ал енді ол енді айтып отырмын ғой, мен енді Алла тағаланың өзі бір шарапаты, бір келуші. Мысалы, бір мынандай бір мысал бар. Мынау Алла тағаланың өзінен келеді, ән келеді, өлең келеді деп жүре берсеңіз жүре бересіз. Ол қонбай ұшып кетеді бір жаққа. Ол үшін өзіңіз дайын болуыңыз керек. Яғни сіздің рухани әлеміңіз таза болу керек. Періштеде таза болуыңыз керек. Таза дүние ғана ол жақсылық қонады мысалы. Ішіңіз былғаныш болса, біреудің жақсылығын көре алмай жүрсеңіз, біреуге бере алмай жүрсеңіз, өзің күйзеліп жүрсеңіз, сізге ән қайдан келеді, өлең қайдан келеді. Ол үшін адамның дүниесінде періштелік бір қасиет болу керек деп есептеймін да. Ол адамдардың бәрін жақсы көру керек мысалы. Шын ақын, шын өнер адамдары. Сондықтан да мына жақсы көру тағы бір басқа. Фариза тәтеміздің жақсы көру деген бір әнін өздеріңіз білесіздер, айтып берсіздер. Жақсы көрудің өзі махаббатқа көп қатысы жоқ. Мысалы, мысалы Пушкин, Александр Пушкин да 37 жасында қаншама қыруар дүние қалдырып кетті. Қаншама қыруар дүние. Бұл Алла тағала әуелі өзінің өмір жасын сызып берген адам түсінбейсіз мысалы. Ол роман да жазды. Ол драматургияға да барды. Бәленбай дүниені 37 жасында, 40 жасында кетті ғой. Сол Александрдың есін мен былай естелігін оқып отырсам, ол енді өзі бір ерке тотай, тіптен патшамен де патша сарайында есін қағып жүре берген адам, теуіп ашып жүрген адам. Ол орыс халқының еркесі болған ғой, еркетай бар. Сол, мысалы, өзіне мынау ән, өлең айтпасы шығарма келеді кезде, оның бәрін сап билады екен, өзінің оңашаға алып қашады екен, өзінің әлеміне кіреді екен. Ол үшін ол жуып шайнады екен. Моншаға түссе де ол сыртқы тәнін, ішкі дүниесін жуып әппен тазалайды екен. Ана келуін күтеді екен. Сонда ғана бар болған қонады екен. Қонғанда да оңдырмай қонады. Ол жаңағы романын, повесін бірнешесін бірақ жазып тастайды екен. Міне сондықтан да ол енді кірпияз дүние ғой. Бұл өнер деген қай-қайсыда кірпияз дүние. Өте нәзік дүние. Сәл болса үркіп кетеді. Сәл болса оның жаңағы кірпігіне жас ұялайды. Бұл өте нәзік дүние. Махаббат та солай мысалда. Біз енді махаббат деп аузымыз керіп тұрып айтамыз. Бірақ оның қаншама қыры, қаншама жұмбақ сұп құпиясы бар. Сондықтан да бұл енді меніңше бұл сұрақтың әрқайсыңыз әртүрлі жауап беруіңіз керек. Мен мысалы ойлаймын, бұл енді махаббатсыз дүние бос деп Абай тегін айтқан жоқ. Бүкіл әлемді, мына тіршілікті адам ата Хауанадан бастап ұстап тұрған осы менің махаббат деп есептеймін. Мына Ерлі-зайыптың арасындағы, ұл мен қыздың арасындағы, мына біздің сіздің арамыздағы ұстап, біз махаббат деген не сөз? Мысалы, Қожа Ахмет Яссауидің хикметтерін оқысаңыз, оған мүлдем басқаша көзқарас береді. Махаббаттың ар жағында бәленбай астар жатыр. Сондықтан да ол махаббат деген шын мәнінде кең ұғым. Оны бүгін бір кешті бар ғой, тура осы махаббат тақырыбына арнайы арнауға барады. Оны қазып, тереңдеп, астары сынады. Сонда да біз тауыса алмаймыз.